өзім машина айдай алмағасын бүгінгі туған күн иесін шопыр қылып алып бара жатырмын. Біздер қазір тортқа бара жатырмыз. Тортты өзіміздің жерлесіміз Қазақстандық, Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданының тумасы Аида деген жерлесіміз. Сол кісіге тапсырыс беріп, тортқа сол енді тортты алып кетуге бара жатырмыз. Ол біздерден 15 минуттық жерде кафесі орналасқан. Сонда өзі нан өнімдерін, түрлі тәттілерді дайындайды. Енді осы шопыр баламды алып бара жатырмын. Аида. Аида? Сәлеметсіз бе? Мен келетім. Өзіміздің жерлестерімізді қолдайық деп, осы Аиданың кафесіне тортты алып кетуге келгенмін. Шетелде жүргенде өз жерлестерің ыстық боп көрініп, соларды қолдағаның өте бір күшті сезімге бөлейді. Және анығын білетінім, Аида барлық өнімдеріне табиғи қоспалар қосады. Сондықтан да толық сеніммен осы өнімдер ешбір аллергия тудырмайтынына кәміл сеніп, тапсырыс беріп, алып кетіп, артынан рахатын көріп, ләззат алып шай ішеміз. Торт маленький. Жерлесіміз Аидадан тортты алып кетіп жатырмыз. Шағын ғана тортқа өзіміз тапсырыс бердік. Рахмет көп Аида. Қолыңыз дерт көрмесін. Осылай енді сізді қолдап әрдайым келіп тұрамыз. Төрт туған күнге. Сізге за поддержку маленького бизнеса. Иә, рахмет. Қыздардың фантазиясы кетті. Нөлдің орнына мынандай папамызды жақсы көретін символымыз жүректің. Жандыра ғой. Жанбай жатыр ма? Жанбай жатыр. Firework. Tamam. Şişecek yapmayın dedi. Lafıldadı. Ne oldu bu? Туған күнің құтты болсын, жан-жарым. Әдетте ер адамның туған күніне не алып берем деген ой мазалайды. Бірақ менің жолдасым Милан футбол клубының керемет жанкүйері. Сондықтан осы Европада тұрғанның бір жақсысы, Италиядан тікелей Милан дүкенінен, Милан стордан осындай керемет заттарды өзінің сүйікті командасының эмблемаларымен
алдыртып тапсырыс берген едім. Соны енді өзі рахаттанып кисін деп, және сапасы да өте тамаша. Жәнкен баста сыйлық, бірақ ол сыйлығымыз лотереяға түсіп жатыр. Бұйырса 2026 жылы өтетін футболдан әлем кубогына билет